может ол жақтікі более нормальный сияқты болып көрінген шығар көрінген. Жақсы енді. Жақсы, үміткер келді. келді. Настроение түсірмей қойықшы, давайте үміткер келді, үміткерді сыйлайық. Сол енді. Иә? Енді Айгүл деген сізді есім алаңдатпау керек деп ойлаймын. Үміткер келді, шақырып алайық. Аяулым келіңіз. Қош келдіңіз, өте сұлу болып тұрсыз. Сіздерде кездесу болды ма? Иә, кездесу болды. Фото-видео бар? Иә, дұрыс айтты. Көріп алайық. Кездесу қалай өтті екен? Өте әдемі кездесу болды. Жарайсыздар, қашан бардыңыздар, қашан жүрген? Бүгін таңертең? Бұлай болды, негізі кеше эфирден шыққаннан кейін біраз тренировкаларым, дайындықтарым болды да, кеш батып кетті. Содан кейін аяулыма ескертіп жазғанмын, осылай, может, таңертең завтракқа бірге барамыз тауға деп. Сосын иә деді, бірақ та қызық болды осы жерде. Не айтайын ба? Мен айтайыншы. Бұлай болды. 6-да үй жағынан алып кетем деді. Енді күн шықпай тұрып, енді күнді неше шығатынын білмейміз ғой біздер енді. Сол өйтіп 6-да деді да, бұл кісі 5:40-да оянып жазған екен маған. Келесіз бе деген сияқты. Мен байғұс ұйықтап қалыппын. Сосын ол кісі де может келмей қалады шығар деп, дальше ұйықтай берген ғой. Мен тұрдым да сол ұйықтан тұрып жазып жібердім, қазір үй жағыңызға барамын. Сіз нешеде жаздыңыз? 7-де ровно. Сосын тұрдым да, мен бара жатырмын. Сообщение оқылмаған. Әлі, ұйықтап қалды-ау дедім да, резко машинамен бардым. Сосын барсам, енді толық адресін білем да, барлық адресін білем. Тек үйінің, квартираның номерін білмеймін. Қай подъезд екен бәрін білем. И телефон алмайды. Былай да звондаймын. Сосын ұйқысы қатты екенін білдім. Ол кісінің, не істеймін дедім да. Сосын екінші подъездге кірдім. 128 квартира бар екен. Енді қараңыз дейді ғой. 128 квартира бар екен. Бәрін қағып шықтым ба. Мәссаған. 36 минут кетті. Інім бар қасымда. Қарсылдатып шықтыңыз ба барлығы? Иә, кәдімгідей, сол сәл бай районда тұрады екен. Андай қарғысар естірдім ба, вы что, дебилы что ли деген. Дебилы. 6 утра вы что делаете деді маған. Мәссаған. Ал сізге енді... Бір 99-шы квартираға келген кезде звондады ғой. Осылай ұйықтап қалыппын, қазір шығам деп. Жарты сағаттың ішінде жиналып, аяулым... Сөйтсеңіз қайсында тұрады екен? 44. Біз төменде былайынан бастағанбыз ғой. Мәссаған. Қиын болмасын, мен өмірді жеңілдетем ғой. Сөйтіп шығып, тауға барып, әңгіме дүкен құрып, тамақ ішіп, таңертең ерте тұрған жақсы екен негізі. Ерте тұрған еркектің бірісі артық деп, біраз шаруамызды бітіріп алып. Ырыс па, короче, сондай. Мәссаған. Аяулыммен әңгіме барысында бір күшті бір диалог болды негізі. Осылай, мен бүйтіп семьяда 3 қызбын. Кеше сырласу бөлмесіне барған жоқпыз ғой. Толық бәрін сұрап алдым, қарап отырым. Бүйтіп қарап қоямын. Көңілден шықты. Сіздің көңіліңізден шықты? Иә. Аяулым, сіздің ойыңыз тыңдайық, кездесу қалай болды, әділет қандай? Иә, негізінде келген кезде ойландым. Енді все-таки көрейінші өмірді танысып депші, бірақ келгеніме еш өкінген жоқпын, себебі бүгін кездесуде, таңертеңгісін кездесуде бір қызық болды енді, жаңа айта кеткендей. Бірақтан білмеймін, андай әңгімеміз жарасып кетті. Негізінде былай мен бір адаммен танысқан кезде, егер бір сөздеріміз келіспесе, ішінде тревожность болатын болса, мен уже сразу қайтып қалам да. Әділетке келген кезде екеуміздің әңгімеміз жарасып, андай бір мінезіміз де келетін сияқты ма, в общем, жарасып кеттік екеуміз, мінезіміз былай келетін сияқты. Негізінде жақсы таныдым, былай келгеніме өкінген жоқпын, ұнады негізінде. Енді бұл
бірінші күн болды ғой, енді мен өзім түйгенім, бір күнде барлығын ашылуға болмайды екен. Негізі бір адамда бір жасырғаны болу керек екен. Ай, осы адам қызық қалай болады екен, қалай болады екен. Өмірлік опыт та жаңа. Сөйтіп, аяулыммен сөйлесу барысында бұл жалпы осындай жобалардың біріне үміткер болып барған екен бір жігітке. Сосын ата-анаң қарсы емес па деп сұрады. Не көп жағдайда қыздарды айтып отырады ғой, қыз ата-аналар жібермейді деп. Сол айтады, енді маған деген көзқарасы қалай деген кезде, вроде нормальный жігіт сияқты. Кешеде мен айтып өттім, қызыңызды ренжітпеймін, бәрі нормально деп. Может, соны түйген болар. Сол ата-анасының бірінші разылығын сұрадық, қалай болады екен, разылық деген. Иә, сөйтіп нормально. Рұқсат сұрап алдыңыздар. Иә, рұқсат сұрап алдым, барлығы нормально деді. Енді сол, короче, аяулымнан біраз зат сұрағым келеді, өзім сөйлегенде ұят болар. Әлішер, негізі Жоқ, аяулым айтса деп өттім, бір заты. сұрақ қойды ма сен? не нәрсені? Нені айтайын? Сіз бір нәрсені айтқанын қалап отырған. Жаңағы ата-анасы туралы жаңағы, солай болды ма, болмады ма? Иә, этот эфирдан шыққаннан сразу тәтелердің негізі отбасым барлығы эфирді көреді қосылайықты. Сөйтіп барлығы звондайды, мә негізі жақсы жігітке келдің деп. Ағаларым звондап жатыр да, Әділетті негізі танимыз, өмірде де көріп қалғанымыз бар, негізі жақсы жігітті таңдадым деп. Негізінде ойлары жақсы. Негізінде мен басқашалау ойлағам, что-то ұрсатын сияқты деп мен өзімше ішімде ойладым да. Бірақтан негізінде ойлары жақсы болды. Әділетті жақтап жатыр, жақындарыңыз. Өте керемет. Жақсы кездесу болыпты, күшті бір-біріне енді ұнап жатыр екен бәрі. Енді қазір мен екі сұрағым бар. Бірінші сұрақ аяулымға. Қош келдің. Жалпы енді жаңа эфирдің сыртында байқаған шығарсың, енді Әділеттің кішкене Айгүл жаққа қарай бір тістеп кеткені, тиісіп кеткенін бәрін көрген шығарсыз негізінде сыртта тұрған кезде. Жалпы сол дүниеге сіздің көзқарасыңыз қалай? Қазір екінші сұрақ кімге қоямын, Әділетке? Иә, енді көріп қалып жатырмын, бір-біріне пікір айтып, бір-біріне тиісе кетіп негізінде. Бірақ енді Айгүлді жаңағы өзінің үміткері анасымен таныстырды. Все-таки екеуі де кеше айтқандай болды деп қойды ғой, екі жақтан да қойдық деп шешім қабылдады. Бірақ енді мен Әділетке ойым сол қалпы қалады, себебі мен өзіме сенімдімін. Және де маған деген ара қатынасын бүгіндікке көрдім. Бүгін таңертең танысып енді сөйлестік қой. Бүгінгі жасаған заттарынан кейін мен екеуінің сөйлескендері бізге бір кедергі болады деп, мысқылдағандар кедергі болады деп ойламаймын. Себебі жалпы былай қатты танымасам да Әділетті шет жағасын танып қалдым. Былай айтқанда бір алдында өзі айтып кеткенде обидно болғаннан кейін айтқан шығар деп ойладым. Бірақтан өйтіп анадай бір жаман қылып қабылдамаймын. Негізінен Сұрай кетейінші, қазір қоясыз сұрағыңызды. Мысалы, бір аптадан кейін Әділет анаммен таныстырғым келеді, немесе жай ғана бір барып қайту деген сияқты айтып жатса, сіз барасыз ба? Егер де сол бір аптаға дейін жақсы сөйлесіп кетсек, оның маған деген отношениясы егер жақсы болатын болса, көзқарасы жақсы болғанын мен көретін болсам, егер де танысатын едім. Негізі сол бір кездесуден сіз айтып жатсыз жаңа осындай керемет заттар жасады, мен сенетіндей деп. Не жасады? Қандай қамқорлық көрсетті? Бір күнде сеніп кететіндей ше? Сеніп кеттім деп мен айтқан жоқпын, негізінде дұрыстап естісеңіз. Мен айттым, просто адам танып білем мен. Адамды көзінен ақ көресің ғой, қандай адам екенін. Әділет ойында не бар, соны айтады. Ішінде арам ой сақтап тұрмайды. Солай айта салады. Ал маған сол Әділеттің сондай бір қылығы ұнады да. Енді Әділетке сұрай салайын. Енді кеше мен айттым ғой, нақты сұрап кетіп едім ғой, сен нақты тоқтаттың ба, болды ма деген сияқты қылып. Мен түсінгенім жаңа обидасын айтты ғой, жаңағындай тәуір жаңа таныстырды, бірдеңе деген сияқты. Енді конкретно жаңа айтып жатсың ғой, шынайы жауап бересің сен. Дұрыс қой негізі. Енді мысалы Тәуіржан Айгүлді таныстырмаса анасымен, сен дальше больше күресетін бе едің негізі? Саған просто қатты сол дүние тиіп кетіп, сен сол үшін типа болды, дальше күреспеймін деген сияқты болып маған көрініп қалдың негізі. Шақырылмаған қонақ сыпырылмаған жерде отырады дейді. Мен енді сондай ситуация болып қалды. Мен Әлішер тағы да айтып кеттім. Мен танысып қойғаннан кейін уже құқығым жоқ. Егер де по факту айтатын болсақ, егер де таныстырмағанда, мен жалғастыратын бедім. Бірақ та мен айттым, мен не істеп отырмын? Жаңағы Тәуіржан айтқандай кукуруза хранить отырмай деп. Бірақ та бір жаңағы аяулының әңгімесінен кейін, балауыз ағам, құрметті қатысушылар, бір сәт айтқым келіп отыр. Бұдан кейін Айгүл туралы мына жерде қозғамай ақ қойсақ, себебі менің өмірімде тек қана бірақ қана Айгүл бар, ол менің анам. Рахмет. Енді осы жерде пікірімізді білдіре кетсек, жалпы енді бір-екі күннен бері Упаның негізі андай бетіп кішкене загруженный болып жүрген күйін көрдім да өзім, бірақ енді кеше бүгін өте керемет көңіл күйде отыр, қуанышты болып отырмыз жалпы. Содан кейін айтайын дегенім,
ұзын құлақтардан бір естіген бойынша енді әділетке дейін аяулым жалпы менің бір досым Сатдәулетке бір көз түсіп жүргендей болды ма екен, или сол кісіні таңдаймын дегендей бір сыбыс естігем жалпы. Бұл сыбыс рас па Мен білем ба жоқ па? соны? Барлығын жарнамадан кейін білеміз, жалғастырамыз. Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық, және де Ернар. Иә, сол Қай аяулымның құлақтан өзіне естідіңіз? тікелей сұрағым болып тұр. Жаңағы енді андай ғой, жүрек шіркін сайрап тұр, Құдай тілді байлап тұр деген сияқты бір ара тұра бір көзқарастарды да байқап қалдым. Сол ұзын құлақтардың естуі бойынша сондай бір ақпарат келді да маған. Жалпы бұл қыздың негізі көзі Сатдәулетке түскен сияқты. Ол негізі сол қаншалықты рас, сол жайлы бір ақпарат бере кетсеңіз өте жөн болар еді негізі. Жақсы, иә. Ұзын құлақ емес, негізінде жанында естіп жүрген жоқсың ба сол нәрсенің барлығын? Білмеймін, Ұзын қасында құлақ жүрген демей жоқсың. қойшы енді. Енді Баласа ханым басын ашып бастайын, негізінде бұл әңгіменің болатынын білдім мен. Былай басталған болатын, Сатдәулеттің экс үміткері аяулым екеуміз бір жерде кездесіп қалған болатын. Сол кезде аяулым Сатдәулетке үміткер болып жүрген болатын. Ол қыздың телефоны болмай, менің телефонымнан Сатдәулетке звондап алайыншы деп айтты да. Мен хорошо дедім. Телефон қалыпты, одан кейін адамгершілікпен телефонымды берген болатын. Солай Сатдәулетке менің телефонымнан звондап, солай болған болатын да. Одан кейін аяулым басқа телефонмен звондап, Сатдәулетке бүйтіп айтасаш, мына адреске кел деп айтасаш деген кезде сондай әңгімелер болатын да. И мен ортада өзім ыңғайсызданатын. Мен Сатдәулет оны растап өтетін шығар. Сатдәулетке звондап айтқан болатын, осындай аяулым сізді мына жерде күтіп тұр, или барыңызшы, или хабарласыңызшы деген әңгімелер реально болған болатын. Сол кезде Сатдәулет одан бөлек маған кішкене флиртовать етіп, сіздің типа сіздегі фейс ұнайды деген сияқты әңгімелер болған болатын. Енді оны сіз растайсыз деген ойдамын. Растасаш. Ол кезде аяулыммен таныстық бітіп Аяулыммен таныстық болып жүрді, бірақ та мен оны енді әзіл ретінде қабылдадым. Енді мен бұл кісіге ойым болмағаннан кейін, үміткері болғаннан кейін енді маған попросить етті, мен телефонымды бердім, солай басталған болатын да. И маған үміткер болып келсеңіз деген сияқты әңгімелер болды. Бірақтан негізінде мен Сатдәулет білесіз да, мен сізге айтқан болатын, мен келмеймін депші. Мен келмеймін, мен эфирға бармаймын деген сияқты әңгімелер болатын. Бірақтан қазір мына жерде отырып алып, өтірік түр жасап, жоқ болған жоқ деген әңгіме керек емес. Негізі Ернар, сіз де біліп тұрсыз, бірақтан неге былай айналдырып алып келіп жатсыз. Как будто менің бұған осы кісіге көңілім түскен сияқты, есім ауып жүрген сияқты. Бұған болғанда атымды айтатын едім. Жақсы, Сатдәулет, иә, аха, Сатик. Міне, бірдеңе бар. Енді аяулым солай айтқаннан кейін, енді солай айттым. Солайда енді мына жерде мені бір ортаға қоюдың қажеті жоқ та, мен арқылы көрінудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Ой, пармай, көрін алмай жатыр едік. Жақсы болды. Ернар, көрініп қалдың. Жақсы болды. Енді бұлай ғой. Растаймын. Көрініп қалдым деп атым да. Ернар. Ой, Сатдәулет. Иә, әзіл сөз күлмекке жақсы. Иә, расымен де Баласа ханым толықтай қосам айтқан сөзіне, бірақ енді сәл қосып айтып жіберген жоқсыз ба? Қай жері? Мен флиртовать етемін ба сізбен? Сізден ондай Ал ответке... сіздегі фейс ұнайды деген сияқты әңгімелер ше. Ол флиртқа жатпай ма? Ол комплиментке жатады деп ойлаймын. Енді комплимент, флирт екеуі бір емес па? Флирт өте басқаша нәрсе. Ал маған келсеңіз, мен сізді қалай дедіңіз еще? Маған келсеңіз, мен сізді бағалайтын едім деген сияқты әңгімелер, ол флирт емес па? Ол комплимент па? Просто мойындай салу керек та. Мен просто Сатдәулет түсінесіз ба? Мына жерде Ернар мені, как будто мен әділетке келіп жүрмін, оның алдын негізінде Сатдәулетке ойы болып жүрген, бұл әділетке жай әшейін келе салды деген сияқты халыққа көрсетіп жатыр. Сол себепті де ашып айта салсаңыз, иә? Ханзадалығын жасап жатырмын. Ойыңыз? Әділет, негізі сіздерде осындай әңгіме болды ма? Жалпы Негізі, иә, осыны айтқан маған. айтып берді. Иә, осылай айтып, мен күлгем. Сатикте жатпайды деп ше. Өзім сондай диалогтар болған.
ал неге келетін болсақ енді барын ашқаннан кейін как күшті қабылдап отыр мынандай болады ғой не айтады екен бір біріне деп ше сол. Жоқ, енді не айтқанда қалай айтсам болады енді. Мен аяулым Садәулет, енді сіздің тарапыңыздан флирт болды дейді, жай ғана жаңағы комплимент емес, одан да тіпті эфирге шақыру дегенде мен сізді бағалайтын едім, келсеңіз деген сияқты әңгімелер болыпты. Яғни бұл аяулыммен таныстық кезінде. Иә, аяулыммен таныстық кезінде сол айтқан болдым. Енді- Бірақ енді ол қазір айтасыз. Бірақтан мен оны былай прям былай қабылдаған жоқпын негізінде. Себебі қазір үміткері бар деген сияқты солай болды. Ал егер реально ойым болатын болса, мен аяулымнан бұрын келетін едім сізге. Аяулым, қойыңыз. Қазір былай істейік онда. Мен, хорошо, мен сізді қаралаудан қазір аулақпын. Мен сізді қаралап отқан жоқпын. Жоқ, сен Сіздің нұсқаңызды тыңдайық, Садәулет. Қалай қазір болды? екі Ернар мен Садәулет келісіп алып, аяулымды көму деген мақсат емес. Просто мен қазір по факту өзімдікін айтайын. Сіз мені білесіз, мен турасын айтам. Сіз де турасын айтасыз, Бізде қалай болды әңгіме? Аяулымның телефонмен хабарласып жүрдік. Я деп жүрдік та. Сосын мен өтірік емес. Фейсіңіз әдемі екен. Аяулым деген сияқты әңгімелер болды. Одан кейін мынандай әңгіме болды. Мен мойындаймын оны. Егерде сіз келгенде аяулымның орнына мен сізбен көп нәрсе істей алатын едім деген сияқты нәрсе мен айттым. Бірақ ол кезде келмеймін деген әңгіме болмады аяулым. Сіздің тарапыңыздан онда мені күтіңіз деген нәрсе болатын. Да? Болмаса, қазір мойындайық. Мен қазір мойындап отырмын ғой жігітше. Сол үшін сізде мойындағаныңызды сұраймын мен. Айтып болдыңыз ба енді? Жоқ, айтып болған жоқпын. Мен досконально, мен бәрін бүйтіп есептеп жүретін адаммын, қарап. Сол үшін мен переписканы да көрсете аламын, сіз де көрсете аласыз ол нәрсені. Сол үшін қазір өзіңіз мойындай салыңыз. Ол жерде флирт те емес, просто сіз қалай әзіл ретінде қабылдадыңыз, онда мен де әзіл ретінде айтқан бола салайын сізге. Садәулет, сізге сәл енді ыңғайсыздау болып қалған шығар, себебі сізге айтып қойды, күтіңіз деді, сіз айттыңыз, келіңіз дедіңіз, аяулым, күтіңіз деді, бірақ әділет таңдап кіріп қалды ішке. Сізге енді ыңғайсыз болып. Жоқ, енді маған ыңғайсыз емес, маған үйреншікті ғой, онда мен үйреніп қалғам. Қалай айтсам болады? Бір кішкене оппа деп қалғаным бар енді. Бірақ андай бір настроением түсіп кетіп ол нәрсеге. Әлде сіздер ренжісіп қалып едіңіздер, содан кейін келмейтін болып шешті ме бұл қыз? Жоқ, ренжіспе екенбіз. Жоқ. Мүлде ренжіспе екенбіз. Соңғы сөйлесулеріңізде айтылды, сіз күтіңіз деген әңгіме, содан кейін болды жоқсыздар ма екеуіңіз? Біз қателеспесем демалыс күндері хабарда болдық, хабарластық, сөйлестік. Сол кезде бір тек қана андай бір жақсы нотада бәрі қалай айтсам болады енді. Сөйлестік аяулымның арқасында солай болып қала салған болатын да. Келіңіз, бопты барам деген сияқты нәрсемен қалып қоя салдық болды. Ондай бір реніш болмас, ондай еш нәрсе болмады. Жоқ, Балзаған Ал негізі сіз жаңа айттыңыз ғой, маған фейсіңіз ұнайды дегенде, сіз бұл қызды қайдан көрдіңіз? Мен бұл қызды неден көрдім? Аяулымның өзі WhatsApp-тан енді хабарласты ғой сол номермен. Содан кейін фейсін көрдім. Одан кейін өмірде жолыққанымыз бар болса хан. Ол қалай жолықтық? Жолықтыңыздар ма? Ол қалай Кәдімгідей болды? кездесейік деп па? Жоқ, мүлде Енді емес. Менің 4 жыл бірге оқыған группалас қызым бар, колледж кезде. Сол қыздың арқасында бір кездесіп қалғанымыз бар. Сөйтсем жақын подругасы екен, бәрі бір қалай айтсақ болады, бір ұйымдасқан сияқты болып көрінетін шығар қазір. Бірақ мүлде олай емес, бәрі бір табан астында болып қалды. Біз Ернар екеуміз. Қайда кездестіңіздер? Қайда көрісіп қалдыңыздар? Бір тамақтанатын жерде. Сол тамақтанатын жер ма әлде билейтін жер ма? Жоқ, билейтін жерде жүрмейміз ғой біз. Жоқ, билейтін жерде жүрмейміз біз. Бір қалай айтсам болады, бір торговый дом деп айта салайын. Сондай жерлерде ғой, примерно. Сол кезде бір көрдіп, әңгіме айтып, Ернар бар, сол қыз бар, бәріміз бүйтіп бір әңгіменің басын шығарып, күліп, ойнап кеткеніміз бар. Жоқ, Балзағаным негізі айтайыншы. Бұл жерде кішкене пазл құралмай жатыр негізі. Ернар бар кездесу деп айтты, бірақ Ернар маған айтқаны кішкене Садәулетке сәл көңілі болған екен деп білмейді адам сияқты айтты да, оказывается Ернар бұлардың кездесуде болған екен. Негізі бенде енді құрастырылып жатыр жаймен, оказывается болған екен, бірақ та енді біз енді байқамай бұлар кездесіп қалады екен, байқамай енді мен подружкамның общий құрдасы болып қалады, досы болып қалады екен да, никогда бір Садәулет енді бұлдың ұят сияқты өзінің үміткерің бола тұра, сенің фейсің маған ұнайды дегеннен не әңгіме ол? Бір қыз келсе болды, Садәулеттің аты обязательно қозғалады. Енді бұны қыз құмарлық деп айтпасақ, баса қалай айтамыз бұны? Енді ол кезде мен үміткерім болған жоқ, аяулыммен біз танысты тоқтатқан болатынбыз. Одан кейін мен демалыс күндері басым боз етін. Мен қыз... Сіздің демалыс күндері басым бос еді. Менде уақыт жоқ.
только алдыға. Мәссаған. Сіздің графигіңізге Махаббат, кіріп махаббат. Бауырсақан, ұзын сөздің қысқасы былай айтайықшы, жігіттер, Ернар, Сатдәулет негізі былай қарап жүрмін ғой. Некрасивый екен болса отқан кезде. Былай жасайық енді ағасы қарап отыр, ата-анасы қарап отыр. Мына жерде ондай болған жоқ деп есептейік, сыйластайық. Мен енді бұл кісімен сөйлескен кезде маған бәрін айтқан. Мен сосын біліп отқасын, күліп, нормально қабылдап отырмын. Өйткені мен өзіме сенімді жігітпін. Жақсы, сіздің қарсылығыңыз жоқ, барлығын қабылдадыңыз. Иә, мен бәрін қабылдаймын. Аяулымның әңгімесінен тыңдап, біліп, сенім. Енді ұлпа былайға әңгіме, ондай бір қатты солидарностьқа кететін нәрсе емес бұл. Жоқ, қойшы. Қарасай. Жоқ, қоймаймын. Тоқта, неден сен оған дейін саған келгенге дейін біз жолық қойғанбыз. Қалай жолық қойғанбыз? Только кездейсоқ деп айта салайық, я случайно. Соған дейін біз сөйлестік. А сен қалай келдің? Біз олай мүлде амандасып, сөйлесіп, ондай Жоқ, оған енді ол солидарность деген нәрсе мен жақсы білемін. енді оған үйретіп керек. біз айтамыз ғой, Алматы ғой, үлкен мегаполис дейді. Бір көрген адамды бір күнде 4 рет көресің ғой. Ол енді нормальный зат деп ойлаймын. Ал егер де былай айтатын болсақ, негізі өзінен сұрасақ болады. Негізі жалпы қатысушы мен болып келген кезде кімге келгің келді деген сұрақ ба айтып еді ғой, қалай еді? Жаңа келген кезде шынымен де сен саған келгім келген деп айтқан. Сен мына жақта күресіп жатқаннан кейін мен сәл ғана күттім дегені бар. Өзінен растауға болады. Иә, осы жерде қоса кетейікші. Сұрап жіберейікші, иә. Ау? Иә, негізінде солай болатын. Жоқ, оны Бауырсақан андай нәрсе ғой, қатты түрлендіріп жатқан жоқ біз негізі. Мен просто сұрақ қойдым тікелей, и солай жеткізгім келді, сұрақ солай қоя салдым мен. Атақ бай орталарына біреуді салып, біреуді түсіп, ондай нәрсе жоқ. Екеуің жақсы жұп болып, жақсы танысып болса, ол тек қана қуанамыз Бауырсақан. Болды ғой, иә. Жабылды ма ана тема? Жабылды. Айтып алыңыз, Нұржан. Көрдің ба, Әділет? Былайда ақылшынып жатыр деп ойлап қалма, бірақ махаббат деген, отношение деген ол Инстаграм емес. 20-30 секундтық видео салып, ақшаңды алып кете беретін. Өзіңде сөйтіп айтып ең да жаңа біреуге. О, Инстаграм не қатысыр бұның? Жаңа сен де айттың ғой, еркек махаббат деген той емес деген сияқты. Егер де андай болса екен, мен тек қана бір затпен айналысатын болсам, ол айтуға болады. Мен тап соған Инстаграмды тіремей қойшы. Ақыл енді сұрағымды қойып жіберейші, сен айтқан екен айта салдың да. Бұл таңғы асқа тауға барыпсыздар. Бұл кімнің шешімі болды? Әлде алдың Тәуіржан Айгүлді тауға апарып таңғасқа апарамын деп, апарамай қалған кезде Айгүл ренжіген еді. Сол Айгүлге мен де таңғасқа тауға апара алам. Көрдің ба? Деген сияқты болды ма? Или қалай? Кімнің ойында болды бұл деген? Енді былай, Жанның есте сақтауға біледі. таңғасқа шақырмайды. Таңғасқа оятады дейді ғой. Реально мен оятқаным бар, бірақ та менің оның алдында солай Алматы қаласында мен жаз кезінде мүлдем болмағам. Сосын мен өзіне де айтқам, Алматыда негізі күн ыстық болады екен, біздің Ақтөбеде кәдімгідей мынандай уақытта жаңбыр быт-шыт болып жатады да. Ал шынымен де таң салқынмен әңгіме айтып, өйткені мен айттым ғой, түнде жолыға алмадым. Өйткені жаңағы тренировка нем болып қалды. Барлығын түсіндіріп, не істеген болатынмын. Атак артық ой жоқ. Егер де тауға баратын болса, олар неге бармайды деген әңгіме ғой. Я енді тауға барып кездесу жасап кеттім, мықты әдемі. Ана бір картина ар жағында жүрді ғой. Сол видео таныс болып тұр, бір жерден көрген сияқты, мен біреу маған айтқан сияқты, сен мен осындай видео түсіргім келеді деген сияқты. Және де мына жерде былай ғой, Әділеттің жаңағы бір ренішін шынымен де түсінбей жүрмін. Сол Тәуіржанның анасымен танысып келгеннен кейінгі күннен бастап мүлдем амандаспайды десем болады, мүлдем сөйлеспейміз, ой өзгерген көрініп тұр. Бірақ мен түсінбей тұрғаным Әділетті неге мына жерде андай қылып айтып жатыр да, сонда мен анамен бір рет жаңағыдай қал жағдайын сұраса салу керек еді ғой деген сияқты сол нәрсеге ренжіп тұрған, түсініп тұрған жоқпын. Әдет мысалы сен менің жігітім болған жоқсың, сен мен ол кезде үміткерім болған жоқсың деген сияқты ғой. Және де ол сенің сол бір ашулануын соған бір ерексу сияқты деп те қабылдаймын негізінде. Соның бәрі бір орынды деп ойлайсың ба өзіңдікі? Осы бір ренішін. Мынандай болған, короче, мен бір пост салған ғой, TikTokқа. Егер де миллион қаралым жинаса, мен Айгүлді анаммен таныстырам деген. Содан кейін сол бір кісілер миллион қаралымды күтпей. Резко, енді мен сені таныста емеспін ғой, қоя берші. Сол кезде тұрды да, ол оның да бір животный инстинкті оянды ау деп резко таныстырып тастаған да, ол енді
ой вообще айта бермей ақ қойшы оны жабайкеш бұл тема. жоқ сен онда мына жерде ренжіп айтып отырсың ғой бағана сол нәрсені сіне ренжідім. Енді мен ренжім орынды шығар просто. Не үшін орынды айтшы, қай моментте именно сен ренжішің орынды? Сен ренжитіндей, мен саған айтып тұрмын ғой, ол жерде мен сен қызым болған жоқпын, ешкім болған жоқпын, мен сені звондап, маман қалай екен, мен сен маманды да әлі танымаймын, дұрыс па? Болмаса мен ойлаймын да, Балауса ханым, кішкене жыным келіп кетті, шынымен де, как будто мына. Жоқ, оның алдында да сұрап жүрді да, маман қалай, қашан келеді деп, сол хал жағдайын бір былай қалай болды дегеннен кейін болады ғой бір. Мен енді мықты маманы андай қылып не істеп жатқан ғой, жалки болмай ақ қойшы. Тасташы маман теманы. Жоқ, сен тасташы емес, өзің айтып. Сөздеріңізді бөлейміз де дәл қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз. Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық. Белгі Сатдәулеттің қолында. Разылық. Баршамыз бір-біріміздің разылығымыздап жүрейік ағайын. Айгүл, Әділет. Мен аяқтап қалды. Айтып отыр ғой, мен жігітім емессің, еш танысықта емессің, ау-мау. Жалпы жаңағы оған дейінгі заттарда ол сұрап жүрді да. Срогі қашан болады, қашан келеді, не болады, ана үшін қашан келеді деді да. И в моменте Тәуіржан пайда болғаннан кейін ондай сұраныстар жоқ болып кетті да. Хотя мына жақта отқан қатысушылар, мен енді бұлармен қатты етене араласпасам да, бұлар да кәдімгі сұрап жатыр да. И осы жақын адам ма, осы вроде бір нормальный сыйластығы бар адамын деген кезде сондай уже болды ма не, все ма не, сыйластық бітті ма не деген сондай обида болып қалды. Сондай сияқты ғой. Ал мен сенің жігітіңді емеспін, танысықта емеспіз. Сол сыйластық қалса екен. Сонда қара, мен сонда Тәуіржан анасымен барып жаңа туған күнінен құттықтап, еще плюс сол жерде саған жазғанымда дұрыс болар ма еді, қалайсың Әділет, маман жағдай қалай деп сол кезде сұрауым керек пе еді? Өзің қарайсың ғой. Өзің қарағанда мен солай жасағанда сен ренжімейтін бе едің сонда? Так, егер де сен после айтатын болсаң ба? После емес, сол туған күнде жүрмін. Сонымен есіме түсіп кетті, Әділет саған жаздым, қалайсың Әділет, маман жағдай қалай деп саған жаздым. Содан кейін жасай, мен обидно болып қалады. Обидно болады. Көріп тұрсың ба, ол сен мәселе ода емес, сен мәселені оған бұрмаламай қойын керек сияқты. Мен ата-анам мамам жағдайын сұрамады, сен қазір өзің айтып отырсың, ол кезде де обидно болатын еді деген сияқты. Сен де мысалға видео салып тұрсың ғой, қанша 1 миллион қаралым жинаса деген сияқты. Сен де значит сол просто қаралым үшін солай жүрдің деп ойлаймын, болды. Қаралым үшін Айгүл, Әділет. Егер де мен қаралымды басқа да затпен жасай аламын, егер де шынымен де может жинап қалған кезде де болады ғой, может қалай түсінсем болады, жинаса жинай берсін. Ал егер де мен семейный статистика үшін жүретін болсам, мен давно біраз затты бітіретін едім. Шынымен де ол кезде сезім болған. Сол. Жақсы. Айдана. Қайырлы күн барлықтарыңызға. Енді бұл жерде Айгүлдің ұпайға деген көзқарасын біз барлығымыз көріп жүрдік та, бірақ мына жерде получше вариант пайда болғаннан кейін, Гуджан келгеннен кейін бірден көзқарасы өзгеріп кетті, суып кетті деген сияқты. Одан кейін жаңағы Әділеттің ренжіп отырғаны, бұған дейін өзіңе пайдалы кезде менен анам жайлы сұрап жүрдің де, қазір менің саған ешқандай пайдам болмай қалған кезде, басқа вариант пайда болған кезде бірден сен өзгеріп кеттің. Сен тас жүрексің, кішкене адамгершілігің төмендеуде екен деген сияқты бір түсінігі өзгеріп, көңілі қалып қалған Әділетті көріп отырмын да мына жерде. Сол үшін ренжіп отырған сияқты көрініп отыр. Балауса ханым, не пайда мен түсінбей отырмын, пайдасы болған кезінде деп. Не пайда туралы әңгіме айтып жатсыңдар, мен вообще түсініп жатқан жоқпын. Қандай пайда болыпты? Әділет мен үшін не істепті осы жерде айтыңдаршы. Бір сонда осы жерде шығып алып, Айгүлге сезім бар деп айтқаны болды ма? Жоқ, мен түсінбеймін, сен қандай пайда туралы әңгіме айтып отырсың? Получше вариант келген еді деген сияқты. Мен қандай адам болса да, мен Әділетке деген ой кезде де сыйластым. Қалай бар солай сөйлесіп жүрген болатын, кім Гуджан келген болса да бұл жаққа. Негізі енді осыдан түйін жасап отырмын, енді сыйластық туралы. Айгүлге қанша жаңағы айтып отырып қой, сыйластық таныту ол бір тесік шелекке су құйғандай екен. Кәдімгідей солай деп қабылдап қалдым. Сен қандай сыйластық туралы айтып тұрсың? Қыздар, қандай сыйластық айтып тұрсың? жақсы. Үміткердің көзінше әрі қарай сіздер тоқтайтын түрлеріңіз жоқ, жалғастыра бересіздер. Бұл шоу жалғаса береді. Жоқ, Балауса ханым былай ғой. Балауса ханым мен таңғалып отырған жоқпын. Айттым ғой, мен негізі таңғалмаймын. Бұндай мені түсірулерден, бұндай мені жаман қылып көрсеткеннен, тесік шелек деп жатыр, алма деді, сыртта да біраз әңгіме айтылған екен деген сияқты ғой. Сол үшін мен негізі ортада негізі Балауса ханым мен айтпаймын. Мен артынан осындай әңгіме айтылған екен. Мен на жалость давить етіп, отырғым келмейді, мына жерде жылап, мен артынан ондай әңгіме айтылған деп. Тесік шелекке су құйған деген, зая кеткен деген сөз. Соны айтып отырмын. Просто
кеткен сияқты болып есептеледі. Әділет, Айгүл, екеуіңіздің ситуацияларыңыз бірдей ғой. Өткенде сіз айттыңыз ғой, мен Әділеттен нақты мұндай әзілді күткен жоқпын, сондықтан да мен ренжідім дедіңіз. Ол кезде де екеуіңіз бір-бірлеріңізге ешкім болған жоқсыздар. Ешқандай қыз емес, жігіт емес, бірақ сіз де ренжідіңіз, себебі ол Әділет қой дедіңіз. Енді бұл Айгүл ғой деп бұл да ренжіп отыр. Бірде-бір, бұл да ары қарай талқылап керек емес сияқты. Таныстық. Таныстық дым айтқан жоқпыз ғой балаусаған, бір не болатындай бір отырып алып. Алтыңдайға айтыңыз. Иә, айтайықшы енді жалпы әңгіме барысында енді айтып отыр, сразу сезім ашылмайды. Бүгін таныстық болды, өте керемет диалог болды да. Андай жоба туралы емес, Айгүл туралы да емес, просто өзіміз туралы бұрынғы қарым-қатынастар жоқ, не үшін айтып кетеді мен атымды? Жоқ, сен не үшін айтасың? Мен Бауырсаған жыным келіп отыр да, басқа әңгіме айтайықшы деп. Өзі бастап алады екен, ана жақта. Жоқ, енді мына жерде обидно болып жатқан сұрақта біз Әділет екеуміз уже шығамыз ғой, қайтадан шығамыз. Қашанғы бұл екеуінің жыры бітеді? Қашанғы жалғасады деген сұрақ болып тұр да. Әділет ол айтама, сен естімегендей бола сал деген сияқты ғой, мима жібере сал деген сияқты ғой. Мен мына жерде жоқ, сен өзің қасында отырған жігітке талап қоя біл онда. Айгүл деген аузына айту шома, сен талап қоя біл, и все. Қасында ол жігітке байланысты. Тыңдай алмаймын болды. Тыңдай алмасаңыз мен де сізді тыңдай алмаймын. Танысты болды. Әділет, сіз әңгімені Айгүлге қарай бұра бермеңіз.